Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қамыры мүлде езілмейтін кеспе көже әзірлейтін боламыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді кеспе көже шығады. Алдымен қамырын дайындаймыз. Тұзымызға жұмыртқалы массамызды салып, тұзымызды жақсылап ерітіп аламыз. Және бұл жерде қамырға мүлде су қоспаймыз. Електен өткізілген ұнымызға жұмыртқалы массамызды салып, қамырымызды араластырамыз. Осы уақытта сұйық майымызды құямыз. Ыдысымызда мүлде ұн қалдырмай жақсылап қамырымызды илейміз. Орташа тығыздықта пайда болған қамырымызды біз 10 минутқа тындырып қоямыз. Енді көжеміздің сорпасын дайындаймыз. Ол үшін көкөністерімізді турап аламыз. Қызып тұрған майға етімізді, жуамызды салып, жуамыз қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап қуырып, картопымызды, үкіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Бізде балалар туралған сәбізді жемегендіктен біз сәбізімізді үкіштен өткізіп аламыз. Болгар бұрышын, томатты пастамызды, тұзымызды салып, сорпамызға суымызды құйып қайнатып қоямыз. Сорпамыз қайнағанша қамырымызды жайып бастаймыз. Июі қанған қамырымызды дөңгелек етіп жаямыз. Және де орташа қалыңдықта болу қажет. Қатты жұқа немесе қатты қалың болмау керек. Қамырымыздың қалыңдығы. Орап алып, қамырымызды майдалап, шаштай етіп майдалап тураймыз. Қамырымызды турап болғаннан кейін жақсылап турап, сорпамызды қатты отқа қойып, қайнап тұрған сорпамызға қамырымызды салып бастаймыз. Жақсылап қайнатамыз. Сорпамыздың ақ көбігі тарағаннан кейін сорпамыздың астын орташа баяу отқа қойып, тағы 5 минут қайнатып аламыз. Міне, дәмді сорпамыз дайын болды. Мүлде жабыспай, міне, дайын болды. Барлығыңызға ас болсын.